Күн сайын үйден шыққанда біз жол қозғалысының қатысушысы атанамыз. Жауапкершілік, зейін қою, азаматтық саны сезім. Осы жайттар үнемі есте сақталу керек. Жол көлік ережесін бұзу, алаңғасарлық, асығу, орынсыз өз-өзіне сенімді болу. Қаламыздағы бейнебақылау камералары кадрларынан көрініп тұрғандай апатқа әкеліп соқтырады. Жасыл түстің ауысуы, такси жүргізушісі жылдамдығын арттырады, жеңіл көлік сары түске жүреді. Салдары соқтығыс. Реттелмейтін жаяу жүргіншілер жолы аса жоғары зейінді қажет етеді. Жаяу жүргінші барлық қатардағы автомобильдердің тоқтағанына көз жеткізу керек, ал жүргізушілер алдын ала тежеп, ара қашықтықты сақтау тиіс. Қозғалыстағы кезекті сақтамау жүргізуші денсаулығына зиян келтірген ірі апатқа әкеліп соқтырады. Тек 2019 жылдың басынан бері Павлодар облысында 75 жол көлік оқиғасы орын алған. 101 адам жарақаттанады, 9-ы өліммен аяқталды. Ережелерді сақтаңыз, өмірлерді сақтаңыз.